Кіші дәрігер. Әке, тұрыңыз орныңыздан. Үй маңайына серуендеп қайтайық. Дәрігерлердің не дегені есіңізде шығар. Қозғал деді ғой. Жүріңіз, деп қиылды Қасен ағаға балалары. Бірақ әкесі оған мойын бұра қойған жоқ. Ей, балалар-ай, тұра алмай жатырмын ғой. Аяқтарым басуға келмейді. Дәрігерлердің сөзін қойшы, олар айта береді емес пе? Қой, жанымды қинап қайтесіңдер. Алғалы келген бейнет шығар. Су ішерім таусылған күні кетермін. Кәне, жастығымды бектетіңдер, деді шалқалап жатқан күйі. Балалары жан-жағынан қаумалап келіп, әкесінің ауыр денесін әрең қозғап, жастығын бектетті. Бұл кісі иегі тізесіне тиіп, кәрілік басқан қарт адам емес. Жас шамасы ер жасы делінетін 50-ге жаңа ғана ілінген жігіт ағасы. Күні түні қан қақсатып жанын қинаған ауруы да жоқ, ұйқысы да, тамағы да сау. Тек шектен тыс семіз адам. Семіз болғанда да, жаратылғанда солай жаралған туа семіз емес, жүре жабысқан жүре семіз. Жасында жігітін қайсы десе мынау дейтіндей денесінде бір сылым артық ет жоқ, сырықтай ақ жігіт еді. Қалай екені белгісіз, осы 10 ақ жылдың ішінде осындай бір құт қонған. Қасен өмір бойы кеңседе отырған бастықта болған емес. Тамағын табан ет маңдай термен тапқан жайдан жай қара шаруа. Тек ата-ананың дәулетінің арқасында шолжаңдап жүріп, ерте үйленгенде бала шағасы ерте сейіп, өмірдің ұсақ түйек күйбең шаруасынан ерте қалған адам. Соның салдарынан денесін күтіп, жан тыныштыққа көбірек салынды да, сол тыныштық жанына майдай жағып, ішкен жегені бойына жұғып, соңғы кезде көп атқа мінуді де қойған. Енді міне екі аяғы басуға келмей жатып қалды. Әкесінің бұл жағдайы өзінен гөрі балаларына көбірек батты. Балалары жан жаққа шақпылап, сол жақсы деген дәрігер біткенді шақырып көрсетіп бақты. Бірақ өкінішке орай солардың бәрі бір-бірінің аузына түкіріп қойғандай қозғалыс тапшылығына ұрынғансыз. Тамағыңызды азайтып, таңертең ерте тұрып жүгіріп, гимнастика істеңіз дегеннен басқа ештеңе айтпайды. Қасен бастабында солардың айтқанын жасап, аз мұздап, қозғалыс істесе де икемге келген дене болмады. Сол себептен де дәрігерлерге сенуді қойған. Ал енді қазір қозғалайын десе де бірден өз билігін тоқтатып үлгерген, алып семіздік дегеніне көнбейді. Балаларына жастығын бектеттіріп, кеудесін көтеріп, сәл отырған ол тағы да балаларын шақырып, терін сүрттіріп, далаға шығарыңдар деп бұйырды. Әкесін жанындай көретін балалары айтқанын екі етпей, екі жағынан сүйемелдеп, далаға шығарды да көкмайсаға жайылған сырмақ үстін апарып отырғызды. Қасен ұлан қайыр көкжайлаудың кілемдей құлпырған көріктіріне көз салып, үлп ескен жұмсақ самалына кеудесін беріп, рақаттана дем алды. Қолдай-аққа тоқтамай құлынтайдай асыр салған дені сау жастық балалық шағын есіне түсіріп, сәл жымиып күлді де, аттап басуға жарамай кісі қолына қараған бүгінгі бейшара қалын ойлап, тереңнен ауыр күрсінді. Осы кезде туған інісі Үсен келді қасына. Сөйтіп, ағасының қал жағдайын сұрап аз отырған інісі: "Мен осы жаңа ана көрші ауылға барып келдім. Әлгі Құрманқан ағайдың ортаншы қызы сабағын бітіріп келіпті. Маманы дәрігер екен ғой. Келіп сізді көр дедім. Кешікпей келетін болу керек" деді, ерекше бір үміт арта сөйлеп. Алыс жақындағы дәрігер атаулыға көріне көңілі қалған Қасен іштей жақтырмаса да інісінің көңілін ойлап: айналайын, рахмет, жақсы болған екен" дей салды сылбыр ғана. Дәл осы кезде жаңағы Үсеннің айтқан анау Құрманқан шалдың үйінде де Қасен туралы әңгіме болып жатқан.
Балам, деді Құрманхан. Осы жақында ғана кіші дәрігер мамандығын игеріп, дипломын алып келген қызы Жанарға қарап: жақсы жаман болса да 4 жыл оқып дәрігер болып оралдың қызым. Біз шешең екеуміз қатты қуанып отырмыз. Тек біз ғана емес, осы өлкенің ағайын туыстары бәрі қуанып отыр. Бұл көпшілік қауымға пайдасы тиетін маман. Сен өзің әбден жақсы білесің, ана Қасен ағаң төсек тартып жатып қалды. Бар, көр, емде. Не оқып, не үйренгеніңді көрсет мына халыққа, деді. Әкесінің айтқанын қозғалмай отырып, зейін қоя тыңдаған Жанар: әке, сіз білесіз ғой, менің маманым кіші дәрігер. Қасен ағаны талай жоғарғы маманды дәрігерлер көрді дедіңіздер ғой. Сол кісілер ештеңе істей алмағанда мен не істей алар деп ойлайсыз? Дей беріп еді. Әкесі онша ашуланбаса да, онша жұмсақ емес дауыспен қабағын түйіп: қызым, мен жалғыз-ақ нәрсені білемін. Сен дәрігерсің, әрі осы ауылдың ұрпағысың. Осы өлкенің үлкен кішісінің ортасында еркелеп ер жеттің. Сол себепті сөзді қойда, осы қазір менімен бірге бар. Қасен ағаңды емде, деп орнынан тұрып киімін кие бастады. Қасен ағасын тыңдаушпен тыңдап, тамырын ұстап, мұқият көрген жас қыз ештеме деместен ойланып қалды. Сөйтті де үй толып отырған өзінің ауылдас аға жеңге қарт қариялардың не дер екен деп жауап күтіп отырған дәмел қалыптарын байқап, бір байламға келгендей: мені жанындай көріп әлпештеп өсірген қадірлі көпшілік, сіздер менен қандай жауап күтіп отырғандарыңызды білемін. Бірақ кешіріңіздер, осы қазір сіздерге жақсы хабар айтылатын емеспін, деп бір тоқтады. Бұл сөзді естіген көпшілік: астапыралла, не дейді бұл бала, деп даурығыса беріп еді. Жанар тағы да сөз бастап: Қасен аға, мені тинамдай кезімнен мойныңызға мінгізіп өсірдіңіз. Бүгін ере жеттім, дәрігер болдым. Мамандығымды жақсы игердім, ауру сырын жетік білемін. Сізді мұқият көрдім. Қазір сізге айтарым, деп азыр келіп барып: сіз тұп-тура 7 күннен кейін өлесіз. Ауруыңыз асқынып кеткен. Дәрілеуге ешбір мүмкіндік жоқ. Қазір бәрі кеш. Енді алыс жақындағы ағайын туыстарыңызға хабар айтып, қоштаса беріңіз. Елден алған қарыз парыздарыңыз болса қайтарыңыз. Мен шын айтып отырмын, еш күмәнсіз сенуіңіз керек, басқа ешбір амал жоқ, деді. Ол бұл сөздерді айтқанда титтейді бұлтарсыз, аса сенімділікпен қадап айтты. Бұл хабар Қасенге, оның бала шағасына болып отырған барша көпшілікке ашық аспаннан жай түскендей әсер етті. Олар жан-жақтан шуылдасып жыласа бастады. Әсіресе Қасеннің дауысы қатты шықты. Балаларының сүйемелдеуімен әрең қозғалатын ауыр денесін қалай деуге келмейтін аса бір қуат қайратпен ары да бері де лақтырды. Екі бүйірін таянып, еңкілдей жылап, төсектен өз еркінсіз тұрып кетті. Жан-жаққа хабаршы шаптырып: мен өлетін болдым, тез жетсін, деген хабарды ағайын туыс дос-жарандарының бәріне жеткізіп, ұйықтағанды, күлгенді, ішіп жегенді де ұмытты. Екі көзі жастан құрғамай, ертелі-кеш қайғы мен уайымға салынып, тірідей тозақ кешті. Осылайша дәл 5 күн өткенде Жанар көріп, тағы да бір 7 күн бар екенін айтып, қайғыға салынғанмен ешбір пайда жоқтығын, өзін өзі қинамай төсекке тыныш жатып, аз да болса күтінуін ескертті. Бірақ қайдағы тыныштық болсын? Қасен төсекке жатпақ түгіл, тізе бүгіп отыруды да қойып, бір кіріп, бір шығып, сабыр салмақтан бір жолата айырылды. Келген кеткенге бала шағасын тапсырып, арызын айтып, қоштасудан танбады.
Осыдан 5 күн өткенде Әзірәйілдей сезілген жас дәрігер жанары келіп тыңдаушымен тыңдап, тамырын ұстап көріп, таңдай қағып, таңданып, тағы да 1-7 күн бар екенін айтып, тыныштық сақтануын ескертті. Өлетініне әбден сенген Қасенге уақыт барған сайын жылдам өтіп бара жатқандай сезіліп, күн мен түнді айырудан да қалды. Анда-санда таңдайын жібітіп, сусын ішкені болмаса тамақ жеуді мүттемге қойған. Сөйтіп, сәт біткені бейнет тозаққа толы 1 ай өткенде 2 аяғы көтере алмай қалған Қасеннің алып та ауыр денесі, үй-іш, бала шағасы, ағайын туыстарының көз алдында шөмейіп, кішірейіп, желі шыққан қарындай құрысып, арса сүйекпен салақтаған бос тер ғана қалды. Күнді көріп, байқап, бақылап, осы сәтті күтіп отырған жас дәрігер бір күні әдейі көпшілікті жинап, Қасен ағасын да отырғызып, бұрын өлімнің хабарын қалай жария етсе, енді өмірдің хабарын солай жария етті. Қадірменді көпшілік және Қасен аға, мен сіздерден сүйінші сұраймын. Менің 1 ай бұрын бастаған семіздікке қарсы ашқан соғыс тәсілім өте табысты болды. Қасен аға, сіздің ауру дертіңіз басқа ештеңе емес. Тек арам семіздік қана болатын. Өзіңізді көріп отырсыз. Ол аурудан менің дәрілігімнің арқасында құлан таза айықтыңыз. Енді бұл аурудан өлмейсіз. Өйткені сіз 50-ақ жастасыз. Егер өзіңіз тілесеңіз, қайтадан 50 жыл өмір сүруге мүмкіндік бар. Бүгіннен бастап сіздің істейтін басты жұмысыңыз жүгіру, дене шынықтыру, тамақты талғап, таразылап ішу болады. Болды. Ал қазір менің бетімнен сүйіңіз, деп тоқтады. Осы оқиғадан кейін дәл неше жыл өткенін мен санағам жоқ. Қасен ағамыздың өлді деген хабарын да естігем жоқ. Мүмкін ол қайта сүретін 50 жылдық өмірін одан да ары созған болуы да әбден ықтимал. Әңгімені жазып оқыған Байт Қабанұлы.